Реал Мадрид жазда Германия құрамасының ойыншысын қатарына қоспақ. Усман Дембеле ПСЖ-дан кеткісі келеді және қазір жаңа клубымен келіссөз жүргізуде. Ал Манчестер Юнайтед келесі маусымда Чемпиондар Лигасында өнер көрсету үшін ірі трансферлер дайындауда. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге шетелден келген әлемдік футболдағы соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Қазір барлық чемпионаттарда трофей үшін күрес қызу жүріп жатыр. Ал Чемпиондар Лигасында 1-8 финалдың барлық жұптары анықталып қойды. Сонымен қатар клубтар келесі маусымға дайындықты қазірден бастап кетті. Трансферлерге қатысты түрлі ақпараттар желіде есіп жүр. Арнамызға алғаш рет кіріп отырған көрермендер үшін таныстыра кетейін. Бұл шетел бол арнасы. Мұнда біз әлем футболын қазақ тілінде сөйлетеміз. Ана тіліміздегі контентті бірге дамытайық. Міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басып, бұл видеоны соңына дейін көріңіздер. Осылайша біздің шығарылымның көп қаралым жинауына үлес қосасыздар. Ендеше бастаймыз. Усман Дембеле Челсиге ауысқысы келеді. Соңғы уақытта бақ беттерінен осындай жаңалықтарды жиі кездестіріп жүрміз. Тіпті оның агенттері Лондондық клубтың басшылығымен байланысқа шықты деген ақпараттар да бар. Әрине, бұл жаңалық футбол сүйер қауым үшін қызықты болып көрінеді. Енді бәрін бірге саралап көрейік достар. Мұндай қауесеттердің шығуына не себеп? Бұған дейін бұқаралық ақпарат құралдарында алтын доп иегерінің ПСЖ басшылығымен жалақыны көтеру мәселесіне байланысты келісе алмай жүргені, сондай-ақ бас бапкермен арада кикілжің болғаны бірнеше рет жазылды. Ал Дембеле Челсиге керек пе? Бәлкім керек те шығар. Өздеріңіз білесіздер, аристократтар үшін Вингер позициясы түйіні тарқамаған үлкен мәселе болып тұр. Қымбатқа алынған Гарначо мен Гиттенстен не үміт, не қайыр. Нето жақсы ойын көрсеткенмен тұрақтылық жетіспейді. Оны соңғы ойыннан байқаған шығарсыздар. 2 минуттың ішінде 2 сары қағаз алу деген енді таза жындының тірлігі ғой. Бразилиялық жас талант Эстевао да ерекшеленгенімен нәтижелі әрекеттерімен жиі көзге түсе алмай жүр. Дегенмен ол небәрі 18 жаста. Сондықтан оған уақыт керек. Енді қайтадан Дембелеге оралайық. Челсиге әлемдік деңгейдегі екі аяғымен де бірдей ойнай алатын топ ойыншы көптен бері қажет болып жүр. Бірақ жанкүйерлер бұл трансферлерге күмәнмен қарап отыр. Өткен маусымнан кейін алтын доп жеңген Усман сол деңгейін сақтап қала ала ма? Бұған қоса оның жарақатқа бейім футболшы екенін жақсы білесіздер. Челси жанкүйерлері Дембеле Барселонадағыдай жарақаттан көз ашпай кетуі мүмкін деп қауіптенуде. Фанаттардың бұлай ойлауына да себеп бар. Себебі АПЛ әлемдегі ең қарқынды әрі ең қатал лига саналады. Англияда Ноттингем Форест секілді командалардың қорғаушылары Франция чемпионатындағыдай қарсыластарына менен өте бер деп қарап тұрмайды. Қазір Дембеленің жылдық жалақысы 18 миллион евроны құрайды. Бірақ оның жақындарымен өзі бұл соманы әлемдегі ең үздік футболшы үшін лайықты емес деп есептейді. Бұған дейін Парижді клуб Месси мен Неймарға өте үлкен келісімшарттар ұсынып келген. Алайда қазір Насер Аль-Хелайфи жаңа стратегиямен жұмыс істеуде. Ал Челси 18 миллионнан көп төлей ала ма? Күмәнім бар. Лондондықтар ұзақ уақыттан бері жастарға сенім артып келеді. Егер ойыншы өз деңгейін көрсете алмаса, оны жалдау шарты бойынша басқа командаға жібереді. Бұған мысал Дастан Сатпаевтың трансфері. Жазда ол Челсиге келгеннен кейін бас бапкердің көңілінен шыға алмаса, Страсбург секілді Тод Боулидің екінші командасына аттанады. Қорытындылай келе, футболшының агенттері осындай ақпаратты бақ беттеріне тарату арқылы жалақыны өсіріп, өз үлестерін арттыруды мақсат етеді. Жеке өзім бұл трансферге сенбеймін. Дембеле Челсиге қарағанда Бавария секілді клубқа сай келеді-ау. Ол жерде гол соғып, ассист жасауға мүмкіндігі мол болады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Усман Дембеле жазда басқа клубқа ауыса ма? Егер ауысса, қай командада өз ойынын көрсете алады деп есептейсіз? Арғарай жалғастырайық. Премьер-лига туралы сөз қозғалған екен. Қазір Арсенал мен Манчестер Сити арасындағы чемпиондық жарыстан бөлек көпшіліктің назары Манчестер Юнайтедке ауысып отыр. Карик келгеннен кейін команда мүлдем басқа қырынан көрінді. Ойыншыларды танымай қалдық. Нәтижесі бәрімізге мәлім. 7 матчта 6 жеңіс және 1 тең ойын. Енді қызыл сойқандардың келесі маусымда жасау мүмкін трансферлеріне көшейік. Менің ойымша, маусым соңында команда Чемпиондар Лигасына жолдама алады. Сол себепті клуб басшылығы қазірдің өзінде құрамда күшейтудің жолдарын қарастырып жатыр. Жай ғана топ 4 үшін емес,
тікелей чемпиондық үшін күресу мақсатында. Өздеріңіз білетіндей, бір ай бұрын клубтан 34 жастағы бразилиялық жартылай қорғаушы Казимироның кететіні белгілі болды. Ол командадағы ең жоғары жалақыны алатын футболшы. Жылына 21 миллион евро табыс табады. Айтпақшы, бұл Дембеленің жалақысынан да көп. Манкуниандық клуб оның орнына Ньюкасл сапында ойнайтын италиялық футболшы Сандро Тоналиді алуды жоспарлап отыр. Дәл сол Лудоман Тонали. Алайда Тонали сынбады. Ол жалақысын қысқартуға да келісті. Бұрынғыдан да жақсы ойнай бастады. Қазір оған Европаның көптеген топ клубтары қызығушылық танытуда. Бірақ бәрінен бұрын Манчестер Юнайтедтің мүмкіндігі көбірек болып тұр. Қызыл сойқандар Ньюкаслға ғаламат ұсыныс жасауды жоспарлап отыр. Нақтырақ айтсақ, Тоналимен бірге Энтони Гордонды да қатарына алғысы келеді. Дәл сол Чемпиондар лигасында покер жасаған Гордонды. Бірақ Гордонға қатысты сұрақтар бар. Ол биыл керемет маусым өткізіп жатыр, бірақ Юнайтедте бұл позиция бойынша ешқандай мәселе көріп тұрған жоқпын. Тек Амаду Диаллоға бәсекелес ретінде немесе оны алмастыратын ойыншы ретінде қарастыруға болатын шығар. Бақ беттерінде Гордонның трансферлік құны 109 миллион евро, ал Тоналидікі 91,5 миллион евро бағаланып отыр. Бұл аз ақша емес. Ньюкасл өз көшбасшыларын командада сақтап қала ала ма? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Манчестер Юнайтед тақырыбынан алыстамайық. Қызыл сойқандар күшейткісі келетін тағы бір позиция – қорғаныстың оң қапталы. Шынын айтқанда, қазіргі трансфер нарығында бұл позицияда ойнайтын сапалы ойыншылар өте аз. Қазір МЮ сапында оң қаптал қорғаушы ретінде Диого Далот ойнайды. Қажет болса Мазрауи де шыға алады. Бірақ клуб басшылығы мен бапкерлер штабына бұл ойыншылар қатты ұнамайтын сияқты. Осы тұста белгілі ақпарат порталында Дортмундтық Боруссияның қорғаушысы Юлиан Руйерсеннің есімі жиі атала бастайды. Ол шымыр, әрі төзімді қорғаушы. Сонымен қатар шабуылға өте жақсы қосылады. Бұған бірнеше апта бұрын Майнцқа қарсы өткен матч мысал бола алады. Сол ойында аралар 4-0 есебімен жеңіске жетіп, Руйерсен команданың соққан барлық голына атсалысып 4 нәтижелі пас берді. Жалпы алғанда ол мансабындағы ең үздік маусымдардың бірін өткізіп жатыр. Әлгі матчта айтпағанда, оның чемпионаттағы нәтижелі пастарының өзі 11-ге жетті. Яғни оны Европадағы ең үздік ассистенттердің бірі деп айтуға болады. Оған қоса Германия кубогында 1 ассист, Чемпиондар лигасында 2 ассист, Норвегия құрамасы сапында 3 ассист жасады. Тамыз айынан бері 17 нәтижелі пастың авторы атанған екен. Бірақ соққан голы жоқ. Осы маусымдағы нәтижесіне қарап, оны өз позициясының майталманы деп атауға болады. Қазір Руйерсеннің трансферлік құны шамамен 20 миллион евроға бағаланып отыр. Оның Боруссиямен келісім шарты 2028 жылдың соңына дейін есептелген. Сондықтан Дортмундтық клуб ойыншыны оңайлықпен жібере қоймайды. Тіпті одан да көп ақша сұрау мүмкін. МЮдан бөлек Руйерсенға Барселонада көз тігіп отыр. Және сыбыстарға сенсек, каталониялық клубтың өкілдері ойыншының агентімен байланысқа шығып, келіссөздер жүргізіп үлгерген көрінеді. Қазір Барселонада қорғаныстың оң қапталында Жюль Күнде жалғыз өзі ойнап жүр. Қағаз жүзінде оның орнына шығатын футболшылар бар, бірақ французды ауыстырсаң ойын сапасы айтарлықтай төмендеп кетеді. Сол себепті каталонды клуб басшылығы Жюльді алмастыра алатын, немесе болашақта оның орнын басатын ойыншы іздеп жүр. Sky Sport Germany журналисті Патрик Бергердің мәліметінше, Барса норвегиялық қорғаушыға расымен де қызығушылық танытып отыр. Блауграна 28 жастағы футболшының өкілдерімен алғашқы келіссөздерді бастап та қойған. Алайда, әзірге нақты келісім жоқ. Бірақ Руйерсеннің өзі Күндені алмастыратын қосалқы құрамның футболшысы ретінде келуге келісе ма? Меніңше келіспейді. Бұл трансфер әлемдегі ең сәнқой қорғаушы Жюль Күнде клубтан кеткен жағдайда ғана жүзеге асуы мүмкін. Ал соңғы кездері француз футболшысына Ливерпуль құда түсуде деген сыбыстар жиілеп кетті. Британдық бақтың хабарлауынша, олар Фримпонгты сатып алу кезінде қателік жіберген. Қазір басшылықтағы адамдар Нидерланд қорғаушысының ойынына қанағаттанбай отыр. Бірақ мұның бәрі жай ғана қауесет секілді. Менің ойымша, Күнде де Фримпонгты өз клубтарында қалады. Жарайды, Руйерсенға тым көп тоқталып кеттік. Енді көптен бері талқыланып келе жатқан тағы бір тақырыпқа көшейік. Роберт Левандовскийдің орнын баса алатын шабуылшы бар ма? Басты үміткерлердің бірі Ювентуста өнер көрсететін ұзын бойлы сербиялық шабуылшы Душан Влахович.
Оның туриндік клубпен келісім шарты 2026 жылдың жазына дейін есептелген. Ойыншы Ювемен келісім шартын ұзартқысы келеді. Алайда тараптар ортақ мәмілеге келе алмаса, Влахович Барселонаға ауысу нұсқасын қарастыру мүмкін. Оның үстіне еркін агент атанады. Бақ мәліметінше, шабуылшы туриндік клубтың басшылығынан болашағын талқылау үшін арнайы кездесу ұйымдастыруды сұраған. Бір қарағанда бұл каталондықтар үшін өте тиімді трансфер сияқты көрінеді. Ойыншыны тегін алуға мүмкіндік бар. Бірақ Влахович жалақысын азайтуға келсе ме деген сұрақ туындайды. Қазір ол әлемдегі ең жоғары жалақы алатын футболшылардың бірі. Бұл көрсеткіш бойынша 7-ші орында тұр. Душан жылына 22,2 миллион евро табыс табады екен. Тағы да сол Усман Дембеленің жалақысынан көп. Ал Левандовскийдің жылдық жалақысы шамамен 20 миллион евроны құрайды. Влаховичтің жасын ескерсек, бұл Барселона үшін қызықты нұсқа болуы мүмкін. Осы маусымда серб футболшысы 17 матчқа қатысып, 6 гол соқты, 2 нәтижеде пас берді. Трансфермаркт дерегіне сүйенсек, оның нарықтық құны 35 миллион евроға бағалануда. Барселона жанкүйерлері, сіздер бұл трансферге қалай қарайсыздар? Пікірлеріңізді бөлісуді ұмытпаңыздар. Бір Влаховичпен мәселе шешіле қоймас. Хулиан Альварес Атлетико Мадридтен кетіп, Барселонаға ауысу мүмкін деген ақпаратта футбол әлемін бір шулатып алды. Шынымды айтсам, бұл нағыз бомба трансфер болар еді. Өз басым Барсаның жанкүйері ретінде мұндай трансферге қатты қуанар едім. Ойын мәнері жағынан ол Давид Вилланы еске салады. Дәл сондай қайсар, шапшаң, епті, техникасы керемет, әрі қақпаға қарай тура ұмтылатын футболшы. Аргентиналық журналистердің хабарлауынша, Хулиан Барселонамен ауызша мәміле жасасып қойған және әлем чемпионаты аяқталғаннан кейін каталониялық клубқа ауысуы мүмкін. Ойыншы бұл шешімін клубтық деңгейде ірі трофейлерді жеңіп алғысы келетіндігімен түсіндіреді. Симеоненің автобусқа құрылған ойынымен мұндай жетістіктерге жету оңай емес. Сондықтан оның бұл әрекетін түсінуге болады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Альварес Барселонада жарқын ойынымен көзге түсе ала ма? Барсаны айтып, Реалдан аттап өтсек, Мадридтік клубтың жанкүйерлері ренжіп қалар. Реал бірінші кезекте қорғаныс шебін күшейтуді жоспарлады. Корольдік клуб алдағы жазда 2 центрдефпен қоштасады. Бірі Давид Алаба, екіншісі Антонио Рюдигер. Екеуінің де клубпен келісімшарттары аяқталып жатыр. Ал Флорентино Перес оларға жаңа келісімшарт ұсынуды ойлап отырған жоқ сияқты. Әсіресе Алабаға жалақысы өте жоғары, жиі сынып қалады. Клуб үшін бұл ауыр салмақ. Ал Рюдигерге келсек, ол әлі де мінезімен, қайсарлығымен ерекшеленеді. Бірақ жасы 33-те. Мадридтік клуб кәрі футболшымен келісімшартты ұзартудың ешқандай мән мағынасы жоқ деп есептейтін секілді. Басқа қорғаушыларға тоқталсақ, Дин Хьюйсен командаға жақында ғана қосылды және әлі жас. Бразилиялық Эдер Милитауның келісімшарты 2028 жылға дейін жарамды. Ал ротация үшін Рауль Асенсионы қолдануға болады. Бірақ испаниялық қорғаушы тұрақсыз ойынымен көптің көңілінен шықпауда. Бір ойында мықты көрінсе, келесі матчта өрескел қателік жасап, тіпті қызыл қағаз алып жатады. Алдағы жазда Флорентино Перес Ливерпульмен келісімшарты аяқталатын Канатені алып келуі мүмкін. Сонымен қатар Реалды Германия құрамасының және Дортмундтық Боруссияның қорғаушысы Нико Шлоттербекпен жиі байланыстырып жүр. Әртүрлі сыбыстарға сенсек, клуб бұл трансферді рәсімдеуге өте жақын тұр екен. 26 жастағы неміс футболшысының келісімшарты 2027 жылға дейін есептелген. Алайда Боруссия басшылығы оның жаңа келісімшартқа қол қоймайтынын айтып отыр. Сондықтан ең дұрыс шешім ойыншыны сату. Дортмундтық клуб негізгі қорғаушысын тегін жоғалтқысы келмейді. Сол себепті жазда онымен қоштасуға дайын отыр. Бұл трансфердің жүзеге асуына екі клуб арасындағы қарым-қатынастың жақсы болуы да үлкен септігін тигізеді. Бұл келіссөздерді айтарлықтай жеңілдетуі мүмкін. Ал Никоның өзі Реалдың формасында тұрған суреттеріне лайк басып жүр. Оның нарықтағы бағасы шамамен 55 миллион евро екенін ескерсек, бұл корольдік клуб үшін үлкен сапалы трансфер болғалы тұр. Мадридтік клуб жайлы тақырыпты жалғастырсақ, Витиньяда Реалға ауысу мүмкін деген әңгімелер бар. Бірақ шынымды айтсам, мен бұған сенбеймін. Бұл өте мықты трансфер болар еді. Қазір Витинья өз позициясындағы ең үздік футболшылардың бірі. Маған ол Лука Модричтің прайм кезін еске салады. Мадридке келсе, ол расымен де командаға үлкен пайдасын тигізер еді. Алайда бұл жағдайда шынайы көзқараспен қарайық. PSG-ның оны құрамда сақтап қалуға мүмкіндігі де, ақшасы да жеткілікті.
Әрине, қаралым үшін видеоға жалған инсайт қосып, Эрлинг Холланд PSG-ға немесе Реалға ауысады деп, не болмаса Харри Кейн Барселонамен келісімшартқа отырады деп айтуға да болар еді. Бірақ біз олай жасамаймыз. Біздің мақсат хайпы көп ақпараттардың соңынан қуу емес, шынайы жаңалықтарды талқылау. Қысқасы достар, былай келсек, егер бұл видео 500 лайк жинаса, бірден жаңа видео түсіріп бастаймыз. Оның үстіне келесі шығарылымға қалдырған жаңалықтарымыз да бар.